Қайырлы күн, құрметті оқытушылар. Мен бүгін сіздерге Платон жүйесіне ата-ананы енгізу бойынша түсіндіретін боламын. Жалпы ең бірінші Платон жүйесіне кіреміз, яғни топ жетекшісі ретінде сіздерге міндетті түрде картотеканың ішінде ата-ана дейтін бөлік бар, меню. Осының ішіне мәзірге кіреміз. Бірінші сіздерге фильтр жүйесі берілген. Қазір таңда 762 ата-ана тіркелген. Яғни сіздер тіркелмеген ата-ананы өздеріңіздің топ студенттеріңіздің ата-анасын енгізетін боласыздар. Ең алдымен мынаны ескеру керек. Бұл жерде фильтр берілген. Егер бұрын бір баласы біздің колледжде оқып, ата-анасы тіркелген болуы мүмкін. Ол үшін енгізбестен бұрын сіздерге ата-ананы іздеу үшін кеңес беремін. Себебі бұрын ата-ана енгізіліп, баласы енгізілген болса, екінші қайтара енгізілмейтін болады. Сол үшін де ең алдымен бір рет кез келген ата-ананы енгізіп жатқанда іздеу жүйесіне салған дұрыс. Егер шықпаған жағдайда, онда ата-ананы міндетті түрде қосатын боламыз. Ол үшін пайдаланушына қосу батырмасын басамыз. Осы жерде жұлдызша берілген барлық бөлікті, яғни толтыратын боламыз. Тегі, ата, әкесінің аты, ЖСН, телефон номері, ол міндетті түрде толтыру керек бөліктер. Және де қосымша астындағы барлық сұраған бөліктерді де тоже толтыруға болады. Және де осы жерде жеке құжат бойынша да сұраған ақпараттарды енгізу қажет. Ең негізгі ата-ананы енгізіп болған кездегі ең бірінші сіздер осы сақтау батырмасын басып аласыздар. Содан кейін білім алушыларына, яғни осы енгізген ата-ананың баласын сіздер астына қосасыздар. Ол үшін қосу батырмасын басып, осы жерде тағы да фильтр берілген, немесе баланың атын бірден теріп енгізуге болады. Баланың атын теріп іздеу батырмасын басасыздар. Шыққан баланы таңдап, яғни таңдау батырмасын басасыздар. Сол кезде ол аты терілген, осы жерде енгізілген ата-ананың астына міндетті автоматты түрде баланың шығып тұрады, яғни данные барлығы шығып тұрады. Жалпы ата-ананы қосу бойынша кішігірім видео назарларыңызға рахмет.